Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен егофта пайда болған жаңа қызмет түрі история владения авто, яғни автокөлікке иелік ету тарихы туралы ақпаратты көретін боламыз. Бұл қызметті пайдалану үшін егоф мобайлға кіреміз. Өздеріңіздің парольдарыңыз арқылы авторизация етесіздер. Одан кейін басты бетке өтеміз. Басты бетте популярные услуги деп жазылған жерде история владения авто деп көрсетілген. Бұл яғни жаңа қызмет түрі болып табылады. Осының үстін басамыз. Яғни история владения авто. Автокөлікке иелік ету тарихы. Басқаннан кейін бізде осындай бет шығады. Біріншісінде сіз қандай көлік іздедіңіз, сол туралы мәлімет тұрады. Ал астында көрсетілген поиск авто, бұл жерге сіздер алатын көліктеріңіз туралы ақпаратты жазып, тексеріп көрсеңіздер болады. Поиск авто дегенді басамыз. Үстіңгі жақта введите госномер автомобиля. Бұл жерге, яғни автомобильдің госномерін жазасыздар. Ал астыңғы жерге введите номер свидетельства о регистрации транспортного средства деп жазылған. Бұл жерге сіздер сол автокөліктің техпаспортының номерін жазасыздар. Яғни көліктеріңіздің технический паспортын ашасыздар. Сол жерде номер жазылған, регистрационный, соны тересіздер. Яғни біз госномерін және де технический паспорттың регистрационный номерін жаздық. Бізде осындай ақпарат шықты. Бұл жерде гольф автокөлігі көрсетілген. Оның жылы жазылады, объемы жазылады, түсі, қай жылы ең алғаш рет Қазақстанға тіркелді, сол көрсетіледі. Бұл қызмет арқылы сіз алайын деп жатқан автокөлік жайлы ақпаратты біле аласыз. Яғни атында обременение бар ма, совладелец бар ма, газовый оборудованиясы бар ма, сол жайлы барлығын көре аласыз. Бұл көлік Қазақстанға учетқа тұрғалы 7 хозяйны болғаны көрініп тұр. Дәл осылай мен көрсеткен қадамдарды орындайтын болсаңыздар, өздеріңіз алайын деп жатқан көліктеріңіз туралы жалпы ақпаратты көре аласыздар. Және де сіздер нешінші хозяин болайын деп жатқандарыңыз туралы жалпы ақпарат көрсетілетін болады.